Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге кәдеден жасалынатын салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай, өте дәмді, тез жасалатын салаттардың бірі. Алдымен ыдысымызға кәдімізді салып, турап салып аламыз. Одан кейін үстіне сәбіз, перец, помидорды саламыз. Сәбізді корейский салат жасайтын теркадан өткіземіз. Және үстіне томат пен суды араластырып құямыз. Ыдысымызды весейдің үстіне қойып қоямыз. Одан кейін үстіне кетчуп саламыз. Барлық құрамды описаниеге жазып кететін боламын. Одан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Және шекерімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Астан үстіне қарай араластырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп кеттіңіз. Алдағы уақытта сіздерге оңай рецепттерді ұсынатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, жай отта газовкаға қоямыз. Газовкада 30-35 минутта астын басып пісіріп аламыз. Үстіне су ештеңе құймаймыз. Осы суына піседі. Тағы да бір араластырамыз. Бетін жауып, әбден піскенше қойып қоямыз. Салатымызды тағы да бір араластырып аламыз. Пісуге жақын қалды. 45 минутта пісетін болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Бетін жауып, кішкене суытуға қоямын. Бұл салатты банкілерге де жабуға болады. Мен банкіге жапқан жоқпын. Үйге балаларға жеуге жасадым. Егер банкке жабатын болсаңыз, банкыңызды 7 минут булап аласыз қақпағымен бірге. Содан кейін барып қаттылап жауып қоясыз. Міне салатым дайын болды. Дәмі өте жақсы болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы.